Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Майсөктің рецептін дайындайтын боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен бізге тары қажет болады. Тарыны жақсылап 2 рет 3 рет жуып аламыз. Қараңыздаршы менде қандай кір шыққанын. Осындай су бізде аппақ болғанша жақсылап жуамыз. Мен 4 рет жудым. Майсөк деген негізінде бізде қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Бұл тағам өте тойымды, және де неше түрлі дәрумендер. Бұл бір ғана тарының ішінде неше түрлі дәрумендер бар. Сондықтан сіздер де дайындап көріңіздер. Енді жақсылап жуылған тарының үстіне қайнап тұрған ыстық сүтті құямын. Негізінде су құйып жатады, бірақ мен ыстық сүтті құям. Сол кезде сүттің дәмімен тары өте дәмді болып тұрады. Енді тарыны араластырып 1 сағатқа демалдырып қоямын. Бетін жауып қоямыз. Ол жаңағы сүтпен, ыстық сүтпен, буымен ол бұқтырылып, тары бізде көтерілуі қажет. Көтерілген тарыны осындай таза ас сүлгісінің үстіне жайып қойып қоямыз. Жайып, ішіндегі жаңағы сүттің влажностьтың бізде жақсылап кетуі қажет. Осылайша барлығын жан-жақтарына жайып, бетіне тағы да ас сүлгімен орап қоямын. Осы тұрғанымен менде шамамен 2 сағаттай тұрды. 2 сағаттан кейін тарыны таза ыдысқа саламын. Міне қараңыздар, көріп тұрғандарыңыздай тары өзімен өзі алынып жатыр, яғни суынан тартылды. Енді осы тарының үстіне қант саламын. Менің жағдайымда қант ұнтағын қостым. Жақсылап араластырамын. Тарының рецептін барлығын анық жазып қоятын боламын. Описание бөлімінде грамм мөлшерін қарасаңыздар да болады. Енді бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырамын. Қолмен араластыруға кеңес бермеймін, себебі қолмен ыңғайсыз болады. Яғни тары біздің қолымызға жабысып қала беретін болады. Сондықтан қасықпен асықпай 10 минут аралығында араластырған дұрыс. Осымен біздің майсөк дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Бұл өте дәмді әрі пайдалы қазақтың десерттерінің бірі болып табылады.